баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздің мектебімізде, яғни номер 137-ші негізгі орта мектебінде қалалық инновациялық ашық сабақтар өткізілді. Қазақстан Республикасының білім туралы, тіл туралы заңдарын және тілдік білім беруді дамыту бағдарламасының аясында пән мұғалімдерінің кәсіби, әдістемелік шеберліктерін дамыту, тәжірибе алмасу мақсатында инновациялық аймақтағы ашық сабақтар фестивалін Қарағанды қаласының білім бөлімі ұйымдастырды. Қайырлы күн. Мен біздің мектебіміздің 100-ші студиясының жүргізушісі және мектеп президенті Ахмади Сабина. Сізден сұхбат алсам болады ма? Бір-екі сұрақ қойып? Әрине. Жақсы, өзіңізді таныстырып кетсеңіз, аты жөніңіз? Мен Қарағанды қаласы білім бөлімінің қазақ тілінің әдіскері Айгүл Еркебайқызы. Жақсы. Алғашқы сұрағымыз, осы инновациялық сабақтарға деген сіздің көзқарасыңыз жалпы тиімді ме, тиімсіз бе, сіздің пікіріңіз? Әрине тиімді. Себебі бізде қазір көтеріліп отырған өзге ұлт өкілдерінде қазақ тілі мәселесі үлкен мәселе болып отыр. Жақсы, рахмет. Жалпы жасанды интеллектке деген көзқарасыңыз ұстаздардың тарапынан сондай жасанды интеллект оқушыларға пайдалану дұрыс па, сіздің пікіріңіз? Әрине біз бұл дұрыс ескіше көзқарастан шығуымыз керек. Күннен күнге пән дамып жатыр. Сонда сіздің пікіріңізше жасанды интеллектті пайдалану ол дұрыс, иә? Дұрыс. Оның өзінің тиімді жақтары да бар. Оны дұрыс пайдалану керек. Сізге жалпы осы инновациялық сабақ жөнінде сұрақ қойып сұхбаттасам, қарсылығыңызды білдірмейсіз бе? Жоқ, жақсы аламын. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, қай мектептен келдіңіз, қандай пәннен сабақ бересіз? Мен нөмірі 25-ші жалпы білім беретін мектептен келдім. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беремін, қазақ сыныптарына. Жалпы бүгінгі өткізген осы 137-ші мектептің 9-шы сыныбының сабағына кірдім. Сабақ ұнады. Мұғалім мен оқушылар арасындағы тығыз ынтымақтастықты өте жақсы көрдім. Жақсы. Жалпы сіздің осы инновациялық сабақтарға деген көзқарасыңыз тиімді, тиімсіз жақтары? Инновациялық сабақтар тиімді, себебі кез келген әріптестеріміз бір-бірімізбен тәжірибе алмаса аламыз. Жақсы. Енді кезекте жасанды интеллектке тоқталсақ, жасанды интеллектті ұстаздардың тарапынан оқушыларға пайдалану дұрыс па, сіздің көзқарасыңыз? Жасанды интеллектті дұрыс, өйткені біз заманның көшінен қалмауымыз керек. Жақсы. Мен біздің мектебіміздің студиясы, 137 студиясының жүргізушісі және мектеп президенті Ахмади Сабина. Сізден сұхбат алып бір-екі сұрақ қойсақ, қарсылығыңызды білдірмейсіз бе? Жақсы, өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз, қай мектептен келдіңіз, қандай пәннен сабақ бересіз? Мен 87-ші негізгі орта мектебінен қазақ тілі әдебиеті пәні бойынша аты жөнім Атамбаева Леуқанқызы. Бүгін инновациялық фестиваль сабағын ашық сабақтарымызға келдік қонақ ретінде. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздің осы инновациялық сабақтарға деген көзқарасыңыз тиімді жақтары, тиімсіз жақтары? Тиімді жақтан айтатын болсақ, мұғалімдер тәжірибе алмасу, әрине білгенімізден білмегеніміз көп қой. Сондықтан артық етпейді, ашық сабақтарға келіп, өзінің білгенің бар, білмегенің бар, соған қоржынымызға салып кетеміз білімімізді. Жақсы. Ендігі кезекте жасанды интеллектке деген көзқарасыңыз жалпы ұстаздардың тарапынан сондай жасанды интеллект оқушыларға қолдану дұрыс па? Қазіргі заманға байланысты оған да келісімді беремін, яғни дұрыс деп есептеймін. Өйткені заманына сай бізге ары қарай керек. Қарағанды қаласының білім бөлімі жылдық жоспарға сәйкес 2024 жылдың қараша айының 21 күні біздің мектепте өткізілді. Сұхбат алып, бір-екі сұрақ қойсам, қарсылығыңызды білдірмейсіз бе? Жақсы, өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз, қай мектептен келдіңіз, қандай пәннен сабақ бересіз? Мен 17-ші мектептен келдім, Айғырықта орналасқан қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімімін. Орта сыныптармен жұмыс жасаймын, 5-ші, 7-ші және де 6-ші сыныптармен. Аты жөніңіз? Төкен Мөлдір Думанқызы. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздің осы инновациялық сабақтарға деген көзқарасыңыз тиімді жақтары, тиімсіз жақтары, жалпы осындай инновациялық сабақтар өткізу дұрыс па? Өте дұрыс деп санаймын, себебі әрбір мұғалімнің білетіні 9 білмейтіні 99 дейді ғой. Өз білімін жетілдіру үшін, одан артық білу үшін, және де оқушыларға да бұл өте пайдалы деп ойлаймын. Мұғалімдер қатысқан кезде ертеңгі күні олар абдырап қалмау үшін, білімдерін одан сайын жетілдіре түсу үшін өте жақсы деп санаймын.
Жақсы, рахмет. Ендігі кезекте жасанды интеллектке тоқталып болсақ, жасанды интеллектті пайдалану ұстаздардың тарапынан оқушыларға солай жасанды интеллект көрсету дұрыс па сіздің көзқарасыңыз? Жасанды интеллектте енді екі тарапты көзқарас бар енді. Бір жағынан оның минусы да бар, бір жағынан плюсы да бар. Бірақ дегенмен сабақты қызықтыры өткізу үшін, балаларды қызықтыру үшін өте пайдалы. Оны енді біз тек қана жақсы жағынан қолдана алуымыз соған байланысты. Сізден сұхбат алып, бір сұрақ қойсам, қарсы емессіз бе? Жақсы, өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз, қай мектептен келдіңіз, қандай пәннен сабақ бересіз? Мен қазақ тілінен әдебиет мұғалімі, есімі Жақсы, рахмет. Жалпы сіздің осы инновациялық сабақтарға деген көзқарасыңыз тиімді жақтары бар ма, тиімсіз жақтары бар ма? Енді тиімді деп ойлаймын, себебі біз басқа да осы әріптестеріміздің тәжірибе алмасамыз, басқа да шәкірттердің жасаған жұмыстарын. Жақсы, рахмет. Жалпы жасанды интеллектке деген көзқарасыңыз ұстаздардың тарапынан сонда жасанды интеллект оқушыларға қолдану дұрыс па, дұрыс емес пе? Егер сабақта орынды қолданса балалар Қайырлы күн. Мен біздің мектебіміздің студиясы, 107 Ньюс студиясының жүргізушісі және мектеп президенті Ахмади Сабина. Сізден осы бүгінгі инновациялық сабақ жөнінде сұрақ қойып, сұхбаттасуға қарсылығыңызды білдірмейсіз бе? Жоқ. Жақсы, өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз, қай мектептен келдіңіз, қандай пәннен сабақ бересіз? Мен нөмір 42-ші негізгі орта мектептің мұғалімімін, қазақ тілі әдебиетінен сабақ беремін. Жоғары сынып оқушыларына сабақ беремін. Аты жөнім Бесалиева Гүлзамира Юнусовна. Жақсы. Осы жалпы сіздің осы инновациялық сабаққа деген көзқарасыңыз тиімді, тиімсіз жақтары бәлкім? Бұл инновациялық фестивалдың тиімді жақтары жаңа тәжірибе алмасы ғой. Өте жақсы, бір-бірімізден тәжірибе алмасып жатқан жайымыз бар. Жаңа қазіргі заман талабымен ерісіп, жасанды интеллекттің қыр-сырын үйреніп жатырмыз. Ол өте бізге тиімді деп ойлаймын. Сол енді жасанды интеллектке тоқталсақ, жалпы сіздің көзқарасыңыз жасанды интеллектті ұстаздардың тарапынан оқушыларға пайдалану тиімді ме, жақсы жақтары бәлкім сіздің пікіріңізше бұл дұрыс емес шығар? Барлық нәрсенің жақсы да жаман жағы бар демекші. Жасанды интеллекттің жақсы жағы, мұғалімдерге тиімді жағы жаңағы сенің қолың тимей жатқанда тез, ләзда ғана істеп тастайтын ол жағы өте тиімді. Оны жақсы жаққа қолданғанда жақсы. Ал жаңағы басқа ойда істетсең, ол негізі дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Осы инновациялық сабақ жөнінде сұрақ қойып сұхбаттасақ қарсы емессіз бе? Жалпы сіздің осы инновациялық сабаққа деген көзқарасыңыз тиімді жақтары? Тиімді жағы өте көп. Бізге көптеген пайдалы ақпараттар аламыз, білмеген тұстарымызды үйренеміз. Жалпы үйренеріміз өте көп. Жақсы, рахмет. Жалпы жасанды интеллектке деген көзқарасыңыз, жалпы ол ұстаздардың тарапынан сондай жасанды интеллектті көрсету дұрыс па, оқушыларға пайдасы тие ме? Жасанды интеллект заман талабына сай арасында енді қолданып балалардың қызығушылығын арттыруға өте керемет.